Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге осындай ерекше рубрикамен бөліскім келіп отыр. Бекболат Бека Қарағандының досыммен таныстырғым келіп отыр. Бүгін Қазақстанға жолға шығып бара жатыр екен. Сол 2 минуттық рубрика деп шешімге келіп жатырмыз. Менің заттарымды алып көмегін беріп жатыр. Бека, ассалаумалейкум, қалайсың? Алейкум ассалам. Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Қандай сезімдесің? Жақсы сезімде, қуаныш, толқу. Енді сен жыл сайын келіп тұрасың ғой, Америкаға өзіңнің істеріңмен, сапарларыңмен, саяхат тағы да басқа дегендей. Бұйырса қашан келейін дейсің тағы? Шыны керек, точно айта алмаймын, пока планда жоқ. Бірақ енді пока виза действующий, көреміз әлі. Түсінікті. Енді саған ақ жол, жолың болсын. Бұйырса енді Қазақстанда көрсеміз ғой. Енді саған сұрақ, Америкада сен осы бір компанияны қолданасың, автобустарды. Сол қандай автобус қолданып жүрсің? Америкада, Европа негізі ең удобный Flixbus. Өйткені өте удобный, оплатасы да жақсы. Қандай интуитивный, қалай айтушы еді? Очень понятный приложение. Соны өте арзан, қолжетімді және де қолжетімді, оңай. Ол просто жай уақытты белгілейсіз, варианттар көп шығады. Қандай уақыт бар, бағасы әртүрлі предложение, арзаны бар, қымбаты бар. Келген сайын сол Flixпен қолданасың да? Постоянно Нью-Йорк болсын, ол не только екі қала арасында. Полный США және Европа қалаларында тоже қолдануға болады. Өте ыңғайлы, автобустарында Wi-Fi бар, дәретхана, бүкіл условия жақсы. Мықты. Онда осыны халыққа кеңес беруге болады да, значит? Әрине, Flixbus деген бәріне кеңес берем. Өте удобно, одан басқа вариант пока білмеймін енді қандай бар екен. Все, Бека, рахмет саған, ақ жол. Рахмет.